Ораза айына таптырмас сыйлық болатын осы жент в шоколаде және финики в шоколаден жасап көрсететін боламын. Міндетті түрде видеоны мұқият қарап алыңыз. Алғаш рет жасаған кезде кетуі мүмкін қателіктер туралы айтатын боламын, сондықтан да видеоны мұқият қарап алыңыздар. Және де менің арнама тіркеліп, колокольчикті басып қойсаңыз, жаңа шыққан рецепттерден хабардар болып отырасыз. Ең алдымен біз жент жасаудан бастаймыз жұмысымызды. Ол үшін бізге талқан, ерітілген сары май және сгущенное молоко қажет болады. Осыларды жақсылап бірінші қасықпен, кейіннен қолмен араластырып біркелкі масса жасап аламыз да осындай арнайы формочкаларға салатын боламыз. Егер де ешқандай да формаңыз жоқ болса, тек дөңгелектеп немесе сопақша тәріздес пішін берсеңіздер болады. Осыны 20-30 минутқа холодильникке қойып қоямыз. Ол уақытта құрманы жасайтын боламыз. Ол үшін бізге құрманың ішіндегі дәнегін алып тастау керек. Осындай кішкене арнайы вилкамен немесе пышақпен кесіп алсаңыз болады. Сол дәнектің орнына ішіне 2 штук миндаль салдым. Менің құрмам өте үлкен. Сіздерде кішілеу болса 1 штук миндаль салсаңыздар болады. Ал енді барлығын шоколадқа батыруға бастаймыз. Ең алдымен ақ шоколадтан бастадым. Енді осы кезде айта кетейін қыздар, шоколадты қатты ерітпейміз. Шоколадты негізі егерде майлылығы жоғары шоколад болса, ешқандай май, сливки қоспай, құр өзін еріткендеріңіз дұрыс. Шоколадты еріткен кездің өзінде қатты ыстық кезінде емес, кішкене суығаннан кейін, кішкене қоюлана бастағаннан кейін шоколадқа батырыңыздар. Ыстық кезінде батырсаңыздар, ол полный ағып кететін болады. Ал кішкене қоюлау кезінде батырып жасайтын болсаңыздар, сонда ғана формасын ұстап, аппақ әдемі болып шығады қыздар. Ал бұны безендіру өз еріктеріңізде. Мен сіздерге 1-2 түрін көрсеттім, солай жасасаңыздар да болады қыздар. Қыздар, видеоны осы жерге дейін қараған болсаңыз, міндетті түрде белгіні ұстап, лайк қойып, комментарий жазып кетіңіз. Ал менің арнама жазылып алыңыз, өйткені бұдан кейін де өте керемет рецептерді, оразаға байланысты рецептерді шығарып тұратын боламын. Рахмет.